Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін наурыздың бірі, сабақтың тақырыбы Бауыржан Батыр. Мы сегодня на этом уроке мы будем говорить про героя Великой Отечественной войны Бауыржана Момышұлы. 54-ші бетті ашамыз, открыли 54 страницу. Сабақтың тақырыбы Бауыржан Батыр, Бауыржан герой. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Балуан, борец, батыр, герой, жазушы, писатель, тану, узнать. Балуан, борец, батыр, герой, жазушы, писатель, тану, узнать. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай текст и ответь на вопрос. Бауыржан Момышұлы батыр. Бауыржан Момышұлы герой. Бауыржан Момышұлы қазақтың батыры, жазушы. Бауыржан Момышұлы казахский герой, писатель. Ол ұлы отан соғысына қатысқан. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Слово «улы» вы знаете, великий, отан, отечество, соғыс, война. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Ол ұлы отан соғысына қатысқан. Сұрақтарға жауап береміз. Бауыржан Момышұлы кім? Бауыржан Момышұлы қазақтың батыры, жазушысы. Ол қандай соғысқа қатысқан? Ол ұлы отан соғысына қатысқан. Бауыржан Момышұлы жазушы ма? Иә, Бауыржан Момышұлы жазушы. Оқу тапсырмасы. Бірінші тапсырма 54-ші бет. Жазылым письменно. 54-ші бетте на 54 странице первое задание вы должны вопрос-ответ написать в тетради. Бауыржан Момышұлы кім? Бауыржан Момышұлы батыр, жазушы. Ол қандай соғысқа қатысқан? Он участвовал на какой войне? Ол ұлы отан соғысына қатысқан. Бауыржан Момышұлы жазушы ма? Бауыржан Момышұлы писатель ли? Иә, Бауыржан Момышұлы жазушы. 55-ші бетте айтылым. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Сұраққа жауап беру керексіңдер. Қазақтан шыққан тағы қандай батырларды білесің? Каких вы знаете еще героев? Біз Бауыржан Момышұлын батыр ретінде танимыз. Мы знаем Бауыржана Момышұлы как героя. Ол көптеген өлең кітаптарда жазған. Он писал много стихов и книг. Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде жазушыға, ана тілін ардақта, досыма деген өлеңдер шығарған. Во время войны Момышұлы сочинял стихи под названием «Жазушыға, ана тілін ардақта, досыма». Ол Мәскеу үшін шайқас, Куба әскерлері атты кітаптардың да авторы. Он является автором книг под названием «Мәскеу үшін шайқас, Куба әскерлері». Қазақтан шыққан тағы қандай батырларды білесің? Талғат Бигелдин ұшқыш, 2 мәрте Кеңес одағының батыры. Талғат Бигелдинов летчик, дважды герой Советского Союза. Қасым Қайсенов Украина Майданы
партизаны. Касым Кайсенов являлся партизаном Украинского фронта. Үшінші тапсырма: төмендегі сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Айтылым 55-ші бет. Бұл жерде сөздер берілген: батыр, герой, балуан, борец, жазушы, писатель, Бауыржан Момышұлы имя, қатысу, участвовать, казак, казахский, өнер, искусство, көше, улица. С этими словами мы составим предложение. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысына қатысқан. Бауыржан Момышұлы участвовал в Великой Отечественной войне. Ұлы Отан соғысының батыр ұлы Бауыржан Момышұлы әрі жазушы, әрі балуан болған. Герой Великой Отечественной войны Бауыржан Момышұлы был и писателем, и поэтом, писателем и борцом. Алматы қаласында Бауыржан Момышұлының атында көше бар. В городе Алматы есть улица под названием Бауыржан Момышұлы. Төртінші тапсырма: көп нүктенің орнына қажетті әріптерді қой. Айтылым, устное говорение, 55-ші бет. Балуан, борец, батыр, герой, өлең, стихи, кітап, книга, жазушы, писатель, өнер, искусство, шығарма, произведение, сочинение. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.